Сәлеметсіңдер ме, білім алушылар? Жаратылыстану сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы қозғалыс сыры. Бүгін сабақта бұлшық еттің не үшін керектігін біліп, адамның қалай қозғалатынын түсінесің. Серпілген сауалды қане кім ұстап алады, кім жауап береді? Қаңқаны нелер құрайды? Адам денесін сүйексіз елестете аламыз ба? Дене сымбаты дегеніміз не? Сүйектер жиынтығы деп нені айтамыз? Жұдырық ойынына назар аударайық. Оң қолың мен сол қолыңның қырынан қысып ұста. Содан кейін сол қолыңның шынтағын бірнеше рет бүгіп жазып қимылдат. Не сездің? Суреттегі бұлшық еттерге қара. Олар қандай сипатта, қайда орналасқан? Жұдырықты түю барысында қолыңда, білегіңде не байқадың? Қандай өзгерістер болды? Біздің ағзамыздың негізгі мүшелерінің бірі бұлшық еттер. Олардың көмегімен біз түрлі қимыл қозғалыс жасаймыз. Қалам ұстаймыз, жүгіреміз, секіреміз, заттарды көтереміз, лақтырамыз. Жарайсыңдар білім алушылар. Бұлшық еттер типтері 3-ке бөлінеді. Еске сақтайық. Тегіс, көлденең жолақты, бірыңғай салалы болып келеді. Галереяны аралау және идеяны сипаттау. Бұлшық еттер өз қызметін атқару үшін олар қанмен жеткізілетін оттегімен қоректі заттардың қажетті мөлшерімен қамтамасыз етілуі тиіс. Көптеген жеміс шырындары мен балда болатын көмірсулар бұлшық еттер үшін негізгі қорек көзі болып саналады. Көмірсулардан энергия бөлінген кезде көмір қышқыл газы мен су пайда болады да, кейінірек ағзадан шығарылады. Бұлшық ет ұзақ уақыт қарқынды жұмыс істесе, бұлшық еттің шаршауына алып келуі мүмкін. Бұл жағдайда бұлшық еттерде сүт қышқыл жиналып қалады да, біз ауырсынуды сезінеміз. Бұл бізге демалу керек екендігін білдіреді. Демалу кезінде біздің ағзамыз қышқылды бұлшық еттерден шығарады. Біздің барлық бұлшық еттеріміз біздің қалауымызша бір мезгілде жұмыс істемейді. Жүрек бұлшық еттерімен және шектің қабырғасын құрайтын бұлшық еттер сияқты ішкі мүшелердің бұлшық еттері біздің қалауымыздан тыс жұмыс істейді. Біз оларды саналы түрде бақылай алмаймыз. Біздің бұлшық еттеріміздің дамуына және біздің ағзамыздың табиғи түріне себепші болатын жүйелі түрде жасалатын дене жаттығулары болып саналады. Көп уақыт бойы гипс киіп жүруден қозғалмаған бұлшық еттер семіп қалады да өзінің күшін жоғалтады. Ешқандай да дене жаттығуларын жасамаған кезде де бұлшық еттеріміз өз күшін жоғалтады. Дұрыс жасалған жаттығулар олардың жиырылуын қалпына келтіруге көмектесе алады. Салмақсыздық жағдайында болған астронавтарда да бұлшық еттің жұмысының төмендеуі байқалады. Ауырлық күшінің болмауынан оларға жердегіге қарағанда аз жүктеме түскендіктен бұлшық еттердің босаңсуына алып келеді. Алушылар, бүгінгі алған білімдеріңді пайдаланып, борт журналын толтырайық. Берілген тақырып бойынша маған не белгілі, мен не білемін? Бүгінгі тақырыптан қандай жаңа ақпарат білдім? Жазып, ұстазыңа жолдай ғой. Алғыр, зерек ойлы, жан-жақты, бәсекеге қабілетті білім алушылар, бүгінгі алған білімдеріңді бет белгілер арқылы білдір. Бірінші, жалғастыруға дайынмын. Екінші, бір нәрсе түсінемін, бірақ бәрін емес. Үшінші, түсінбеймін, қайталап қарау қажет. Өз белгіңді білдір. Бүгінгі сабақтан алған әсерлерің мен ақпараттарыңды өз ұстазыңа жолдап, кері байланыс ал.